Сіздермен бірге тағдыр толқыны жалғыз ілікті Айман хабарласып отыр. Әкеңізді таптыңыз ба? Иә, мен баламен бірге Алматыға келдім. Әкеме барсам ба деймін. Сіз барып қалсаңыз, ұрыс төбелес жанжал болып жүрмесін? Менің есімім Айман. Біз екеуміз радиодан сөйлескенбіз. Әкеңді таптың ба енді? Танысып қой. Сенің атаң. Қайдағы атамын мен? Сен маған мүлде ұқсамайсың. Қанымыз бір болса болды емес па? Сонда да ДНК тапсырамыз. Иттіктілік жасап отыр, қызын тастап кетіп. Бірінші менің қызым ба, соны біліп қойшы. Мен саған кіммін? Ата! Жоқ, ата емеспін. Енді қазір не қаласың? Қайраттан ата! Есіңізде болсын. Жалғыз басты аналардың да армандары бар. Балам емес, басым бос. Сен неге сондай Қызғым келгеді. Бүкіл Қазақстан білсін, сіздің некесіз қызыңыздың бар екен. Анаңның өмірін құрттың деп, менің де өмірімді құртайын дедің ба? Ақша үшін жүр деп ойлайсыз ба? Басқа не үшін? Мал екесін бар ғой, досым. Бетіңе етейін. Неге соншама қырсықсың? Мүмкін әкесіз өскеннен шығар. Ата, қарағатын! Иә.